Осы Құран сөзімен жеңгеннен кейін, енді бұл Құранның шын мәнінде тура жол, шын мәнінде ақиқат екені тек қана Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің мойнында тұр қазір. Біз мына Құранды іс жүзінде, өзіңіздің өміріңізде, ой санаңыз, жүріс-тұрысыңызға дейін, мінезіңіз, баламен байланысыңыз, әйеліңізбен байланысыңыз, көршімен, күллісі осы Құранда айтылғандай қастерлену керек. Біз осыны қастерлеп жатқан болсақ, мысалы, Алла Тағала сол арқылы мына елдің берекесін аша салады. Ол қиын емес ол. Біз де шығарамыз, Құдай қаласа, ол көлікті. Ол қиын емес көлік шығару. Ұшақ шығару да қиын емес, мен сізге айтайын. Ол оп-оңай. Өйткені оны Алла үйреткен оларға. Алла. Бірақ біз қазір ой санамызды тура жолмен түгендеп алсақ, ол дүние деген ол қиын нәрсе емес ол. Бұл дүниені кәпірлер кезінде керемет дәрежеде тұрғызып, ат қауымы деген, мысалы. Ойлаңыз. Худ пайғамбардың қауымы, мысалы. Күллісі дүрілдеткен бұл дүниені, соншалықты дүрілдеткен, бүгінгілерге айтады Алла Тағала. Сендер 1/10 бөлігінде жасай алмадыңдар дейді, олардың тұрғызған нәрселерінен. 1/10 бөлігін. Ойна, біз бүгін мақтанып жүрміз ғой, машина шығарып, 1/10 бөлігінде істей алған жоқсыңдар дейді, олардың істегендерінен, жердің бетінде. Соларды жоқ қылып жібергем дейді бәрін. Қияметте кездесеміз енді олармен. Міне. Сол сияқты сіз қазір дүниені қатты уайымдамай-ақ қойыңыз. Ол қиын нәрсе емес. Бірінші мына Алланың кітабын өз бойымызда ұстанып алу керекпіз. Сосын анау жақта шетелде әдейі бізді мазалап біреу Құранды өртей ме? Кекті қалай аламыз Құранды өртеген кезде? Одан сайын жабысамын Құранға. Мінеке қалай алынады. Оның істегені өзіне зиян ол болды. Пайғамбарымызға өмір бақи жынды деген сөздер айтылған. Ол ешбір сахаба айтқан жоқ қой, барып мені кегімді алып кеш, тепкілеп шананы өліп қалсаң да деп. Ол надандардың сөздері. Пайғамбарымызға бүгін біреу карикатура айта ма, жасай ма? Одан сайын жабыс пайғамбарымыздың сүннетіне. Осылай жасалады кек деген, жігіттік деген нәрселер. Осылай дәлелдейсің. Өйткені Раббың сондай. Алла Тағала рахым етіп пайғамбарыңызды жіберген, саллаллаху алейхи ва саллям. Сол үшін осы Құранмен ғана біз қоғамда рахымдылықтың не екенін лайықты деңгейде таныта аламыз. Міне осы Құранның мұғжизасы жүрегімізге Алла Тағала соның терең орнығуын нәсіп етсін баршамызға.